Медовый торт. Сары май, қант, бал, жұмыртқа, сода қосып, орташа отта пена пайда болғанша араластырамыз. Кішкене суытамыз, ыдысқа құйып, ұн, тұз қосып қамыр илейміз. Бірнеше бөлікке бірдей етіп бөлеміз. Менде 12 болды. Жұқа етіп жаямыз. Дөңгелетіп кесеміз. Негізі формаға пергамент төсеп, сол жерде кескендеріңіз дұрыс. Вилкамен бірнеше жерден тесеміз. Духовкаға салып 4-5 минуттан пісіріп шығамыз. Кесілген шеттерін блендермен үгітіп аламыз, торттың бетін себуге. Енді креміне жұмыртқа, қант, кукурузный крахмал, ыстық су қойып, қоюланғанша орташа отта араластырамыз. Плитамызды сөндіріп, сары май үстіне саламыз. Пищевой пленка жауып, суытамыз. Ыдысқа құйып, салқын сливкиді қою етіп шайқап аламыз алдын ала. Сосын кремге қосып бірге араластырамыз. Енді тортымызды жинаймыз, әрбір қошқа крем жағамыз, үгінділерімен бетін, жандарын сеуіп шығамыз. Жеті-сегіз сағат холодильникке қоямыз. Тортымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.